Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз еш жағдайында пирожки с картошкой жасап үйренеміз. Видеоны аяғына дейін көріңіздер, бірге жасап үйренейік. Мінекей, бәрін езіп араластырып алдық. Енді жаймен ұнымызды салып, қамырымызды үйреміз. Достар, қамырымызды дайындап қойдық. Енді осының бетіне пищевая пленкамызды жауып, жылы жерге қойып қоямыз ашығанша. Бетін орамалмен жауып, жылы жерге қойып қоямыз. Қамырымыз ашығанша біз оның начинкасын жасап алайық. Начинкаға бізге картоп қажет болады. Картопты тазалап алайық. Мінекей достар, картошкамызды жуып, бөліп майда бөлшектерге бөліп алдық. Тез пісу үшін енді бетіне су құйып, тұзын салып, отқа піскенше қоямыз. Ал достар, біздің картопымыздың пісуіне аз уақыт қалды. Біз картопқа лук жуа қосамыз, онда жуамызды туралға. Майда кубиктеп тураламыз. Сосын осы жуамызды сары майға қуырамыз дағы картопымыздың үстіне саламыз. Мінекей достар, майымызды салдық. Енді осының үстіне лугымызды салып, жуамызды салып, жуамыз салып турап аламыз. Біздің жуамыз құрылғанша картопымыз пісті. Картопымызға сүт қосып безелейік. Картопымызды жақсылап езіп аламыз. Мінекей достар, картошкамызды езіп алдық. Жуамызды былай қуырып алдық сары майға. Енді картошкамыздың үстіне саламыз.
Şimdi kartoşkamızбен birге жақсылап езіп аламыз тағы да. Достар, езіп алдық, жақсылап біздің начинкамыз дайын. Қамырымыз ашып тұр. Келесі қалай пирожки жасайтынымызды бірге тамашалайық. Мінекей біздің қамырымыз ашты. Пленкамызды алып тастайық. Unumuzu sürüp түсіріп алайық. Unumuzu ойнатып алып, кішірек бөлшектерге бөліп алайық. Майда қылып жасап алайық. Майда кесіп алайымыз. Тесталарымызды мына жаққа бүйтіп қойсаңыздар. Ал мыналардан маленький шарик жасаймыз. Осылай бәрін жайып алып, ішіне начинкамызды саламыз. Осылай ішіне начинкамызды салып, тестамызды бір-біріне жабыстырып шығамыз. Шеттерін былай ішіне қайырып жіберіңіздер. Бұл біздің оны бетін төңкеріп, осылай тоскамызға қойып алайық.
өстіп бәрін тізіп қойып алдық. Енді майымызды, су майымызды құйып сковородкаға қуырамыз. Мінекей достар, жасылған бауырсақтарымызды осылай екі жағын ыстық майға пісіріп. Мінекей достар, біздің бауырсақтарымыздың бәрі дайын болды. Керемет, иісі енді керемет. Мінекей бауырсақтың пирожкилеріміз. Қазір керемет пирожкиларымыз, домашний картоппелі. Дәмі енді. Дәмі енді керемет достар. Жасап көріңіздер.